Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін сіздермен articles, яғни артикльдер тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақтар желісі 3 сабақтан тұратын болады. Егер осы 3 сабақты көріп шықсаңыз, сіздерде артикльмен мүлде проблема болмау қажет. Сіздерге әр артикльге тоқталып, фильмдерден үзінді көрсетіп, толық түсіндіруге тырысамын. Дайын болсаңыздар, кеттік. Жалпы articles, артикльдер дегеніміз не ол және ол не үшін қажет? Ағылшын тіліне ғана тән грамматиканың түрі бұл articles. Орыс тілінде де, қазақ тілінде де біз артикльдерді мүлде қолданбаймыз. Жалпы ағылшын тілі бұл точный тілдердің бірі. Кез келген зат есімнің орнына, мысалы сотка, телефон, люстра, қалам, ручка, осының барлығының бүкіл зат есімнің алдына бізде артикль қойылады. Ол нені білдіреді? Сіздің сол затқа деген қарым-қатынасыңызды көрсетеді. Яғни ол белгісіз зат па сізге, белгілі зат па, либо нулевой. Жалпы артикльдің бізде 3 түрі бар. AN, ең көп кездесетін, A және N. Бұл белгісіз артикль. Екіншісі the. Бұл белгілі артикль, сонымен қатар нулевой, яғни артикль керек емес кездерде болады. Мысалы, give me a pen. Маған ручканы берші. Мысалы, сіз телефонмен сөйлесіп жатырсыз, сізге біреу номер диктовать етіп жатыр, и сіз айтасыз балаңызға, біздің қазақтарда үнемі кездесетін мысал ғой негізі. Папамыз, мамамыз телефонмен сөйлесіп жатқан кезде ручканы бер дейді, give me a pen деп. Бұл кезде біз артиклін қолданамыз. Не үшін? Себебі бұл нәрсе белгісіз. Яғни қандай болса да әйтеуір бір жазатын бір нәрсе берші деген мағынада, Жалпы артикль бізге контекст үшін қажет. Сіздің затқа деген қарым-қатынасыңызды көрсетеді. Give me a pen. Маған ручканы берші, маған любой ручканы берші. Көк болсын, қызыл болсын, жасыл болсын, любой бір ручка берші. Give me a pen. Маған любой бір ручка берші. Белгісіз болғаннан кейін артикль біз A немесе N қолданамыз. N дауысты сөздердің алдында қолданылады. Мысалы қараңыз. An email. Мынау дауысты болған үшін біз email деп айтпас үшін бізге N артиклін берген. An email. Егер зат есім дауысты дыбыстан басталса, біз N қолданамыз. Егер дауыссыздан басталса, онда қолданамыз. P әрбі бізде дауыссыз, сол үшін give me a pen. Ал егер give me the pen деп айтсақ, онда бұл артикль белгілі. Яғни мен либо өзімнің ручкамды сұрап тұрым, либо белгілі бір көк ручканы сұрап тұрым. То есть ол маған таныс өзімнің затымды бір сұрап тұрған кезде, ол нәрсе белгілі болған кезде мен үшін мен give me the pen деп айтамын. Келесі мысалдарда фильмдерден үзінді болады. Міндетті түрде мен сұрақ қойған кезде жауап беріп, тапсырмаларды менімен бірге орындап отырыңыз. Right, I don't have a car. Right, I don't have a car. Right, I don't have a car. Окей, мен машинам жоқ. Біз бұл жақта артиклін естіп тұрмыз, себебі бұл артикль белгісіз. Яғни, қандай машина екен точно еш нәрсе айтып тұрған жоқ. Просто менде машина жоқ. I've got to get away from you. Stop the car, I want to get out. I've got to get away from you. Stop the car, I want to get out. I've gotta get away from you. Stop the car, I want to get out. Қалай аударамыз, қалай ойлайсыздар? Мен сенен кетіп қалғым кеп тұр. Машинаны тоқтатшы, мен шығып кетемін деді. Бұл жақта бізде the артиклі қолданылған. Себебі олар машинаның ішінде отыр. Машина белгілі. Stop the car. Именно осы машинаны тоқтатшы деген контекстте айтып отыр. Ал егер әшейін stop a car болса, онда ол кез келген бір машинаны тоқтатшы деген мағына болатын еді. Ал егер stop the car болса, именно осы машинаны тоқтат. Осындай контекстте және the артиклі қолданылады. Monica, I can get us a table. Monica, I can get us a table. Monica, I can get us a table. Моника, мен екеумізге стульчик алып келе аламын. Get us a table деп тұр. Значит, бұл мен екеумізге кез келген стульчик алып келе аламын. Именно бір қызыл, көк, мен үйімдегі деп атқан жоқ. Просто любой стульчик алып келе аламын. Bring the tray to the table. By the way, Mr. Mr. Bring the tray to the table. By the way, Mr. Mr.
Bring the tray to the table. Подносты столға алып бар деп айтып жатыр. Қалай ойлайсыздар, не үшін бұл жақта the table қолданылған? Не үшін a table емес? Себебі официантта және бұйырып тұрған адамда қай стол екенін, қай столға апару керек екенін екеуі де түсініп тұр. Яғни ол стол белгілі екеуіне де, ол бірінші рет естіп жатқан жоқ, иә? Сол үшін бізде the артиклі қолданылған. Мен бағана айтып өткенімдей, артикль бізге контекст үшін керек. Сіздің сол затқа деген қарым-қатынасыңызды көрсету үшін қажет. Қараңыздар, сіздерге 3 ситуация айтам, осы 3 ситуациядан жалпы артикльді түсінулеріңіз керек. Қараңыздар, бірінші ситуация. Мысалы, сіз машина алғыңыз келеді. Я? И қазір ойланбастан, қандай машина екенін әлі білмейсіз, қандай түз, қандай марка екенін білмейсіз. Просто айтасыз, маған машина алу керек, мен машина алғым келеді дейсіз, я? Өзіңіз енді шешіп тұрсыз ол нәрсені. Точно қандай машина алатыныңызды білмейсіз. Сіз айтасыз, I want a car. Я хочу машину. Мен машина алғым келеді. Қандай екені белгісіз ғой, әйтеуір бір машина. Сол үшін бізде артиклі қолданылады. Қараңыздар, екінші ситуация. Сіз 2 жыл болды машинаны армандап жүрсіз. Бүкіл достарыңыздың құлағын шіртіп тастадыңыз. Мен машина алғым келеді, осы Lexus алсам екен, мынанша теңге тұрады екен, колесада мынанша теңге тұрады екен деп, бүкіл достарыңыз білет сіздің машина алғыңыз келіп жүргенін, и ол сіздің как мақсатыңыз болып кеткен, иә? Finally, I bought the car. Досыңызға звондайсыз, айтасыз, наконец-то мен машина алдым дейсіз. А ол досыңыз білет сіздің машина алғыңыз келіп жүрген. Сонда сіздің айтқаныңыз, наконец-то мен машина алдым. То есть ол машина белгілі ғой, я? Сіздің досыңыз да білет, сіз де білесіз бұл контекстті. Значит, бұл нәрсе белгілі. Я? Енді үшінші ситуация бар. Қараңыздар. Екінші ситуацияда сіз баяғыдан армандап жүрсіз ғой. И жолда бір танысыңызды көріп қалдыңыз, алыс бір туысқаныңызды. И ол сізден не жаңалық деп сұрайды. Сіз айтасыз, вот машина алдым дейсіз. Ол алыс туысқаныңыз сіздің арманыңыз, мақсатыңыз туралы білмейді. Сол үшін ол нәрсе сіздің туысқаныңызға белгісіз ғой. Сол үшін сіз айтасыз, I bought a car. Мен машина алдым. The car is red. Машина қызыл. Қараңыздар, мұнда біз 2 артикльді де қолданып тұрмыз. Бірінші артикль, чтобы сіздің собеседник, яғни сөйлеп жатқан адамыңызға бірінші айтасыз, I bought a car. Келесі сөйлемде бұл машина уже белгілі. Сол үшін біз the car is red. Машина қызыл түсті деп айтамыз. Сіздермен болған Мессис Мадина. Сабақ ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, арнама, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Егер артикльді түсінбейтін достарыңыз болса, міндетті түрде бөлісіп, осы видеоны достарыңызға жіберсеңіздер болады. Сіздермен болған Мессис Мадина. Goodbye.